Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін бауырсақтың ерекше түрін ұсынамын. Фигурный бауырсаки деп аталады, яғни формасы басқаша, ерекше какао қосылған және медпен жағылған бауырсақтың ерекше түрін ұсынамын. Фигурные бауырсаки со вкусом какао и пропитанным медом деп аталады. Яғни бізге 250 мл сүт қажет, үстіне дрожж, тұз, қант, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Яғни тұзымыз бен қантымызды ертіп алғаннан кейін жақсылап араластырып қоямыз. Бұл бұрынғыдай ашытқы емес, қазіргі ашытқылар моментально дейді ғой, яғни 10 минут, 15 минут қойып қой деген жоқ, моментально көтереді қамырды. Үстіне жұмыртқа қосамыз, оны да жақсылап ертіп аламыз, араластырамыз. Және үстіне ұнымызды себеміз. Яғни маған 600-650 грамм ұны кетті. Ұнның дәл массасын айта алмаймыз, себебі ол қамырымызға байланысты, иілеп қолға жабыспай жұмсақ болып шықса болды. Осындай болып шықса дайын деген сөз. Жұмсақ болып шықса, қолға жабыспай осылай дайындап қоямыз. Үстін салфамен орап, орамалмен орап, жылы жерге 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. Көтерілгенін күтеміз. Бір жарым 2 сағатымыз өтті, қамырымыз көтерілді жақсылап. Енді қамырымызды екіге бөлеміз. Яғни бізге фигурный бауырсаки, яғни формасы әртүрлі бауырсақ жасау үшін біз екіге бөлеміз. Қамырымызды осылай үстіне баппен күш салмай екі жағынан ұстап жайып аламыз, яғни квадрат формасын шығарамыз. Квадрат формасын шығару бізге әртүрлі бауырсақтың квадратики деп атайды ғой, яғни 4 бұрыш формаларын шығару керек. Екінші қамырды осылай, бірінші қамырды қалай жайдық, тура солай жайып, тура сол размердегідей 4 бұрыш формасын шығарып аламыз. Екеуінің бір-бірдей болды размерлерде. Және үстіне бірінші қамырдың үстіне май жағамыз, майды ертіп аламыз, үстіне жағамыз, және үстіне какаоны себеміз. Жан жағына себеміз, орын қалдырмаймыз, барлық жерге жету қажет. Және де екінші қамырымызды бірінші қамырдың үстіне төсеп шығамыз. Және де жан жағын, тек қана шетін ғана жабыстырып шығамыз. Және шет жақтарын осылай 4 бұрыш қылып келістіріп аламыз. Және осындай фигурный кескішпен кесіп аламыз. 4 бұрыш формасын жасап кесіп аламыз. Тура осы видеодағыдай қайталаймыз. Және әр қайсысын алып, видеода көрсетілгендей 4 шетін осылай қайырып, қыстырып шығамыз. Сонда бізде фигурный бауырсаки шыға келеді. Және де какаоның дәмі шығып, ерекше дәм береді. Және дастарханға қойған кезде елді таң қалдыратындай, дастарханның сәнін келтіретіндей бауырсақ түрі ерекше рецепт. Осылай жасасаңыздар болады. Келген қонақты, бала шағаңызды таң қалдырамын десеңіз, осы рецепт бойынша жасауларыңызды ұсынамын. Мұны қараңыздар, екі қамырдың ортасында какао қап-қара болып тұр, және бауырсаққа дәм береді. Шоколадтың дәмін береді. Пісіргеннен кейін, жеп көргеннен кейін байқайсыздар, мұны осылай әдемі болып шыға келеді. Қарала болып цвет болып,
ерекше түс беріп, ерекше дәм береді. Байқағаныңыздай видеодағыдай әдемі формалар шыға келді. Бір шетін қыстырамыз және тағы да бір шетін қыстырып қоямыз да осылай формаларын шығарып аламыз. Фигурный бауырсақ, какао қосылған бауырсақтар, мед, яғни бал деп атайды ғой, бал қосылған бауырсақтар. Осылай жасап аламыз. Жақсылап жаңа формасын келтіріп аламыз да, қызып тұрған отқа кәдімгі бауырсақ қуырғандай тура солай қуырамыз. Екі жағын қыздырып, екі жағын қызартып, осылай жақсылап қуырып аламыз. Мына көрдіңіздер, әп-әдемі әртүрлі формада шыға келді. Осылай барлығын қуырып аламыз, жақсылап жан-жағын қызартып. Осылай түрпектеп істесек, жан-жағы қызарып шыға келеді және тез қуырылады. Әп-әдемі болып қызарып, тәп-тәтті және жеп-жеңіл болып шыға келеді. Бауырсақтарымыз дайын болғаннан кейін, үйде балымыз болса, балымызды дайындап қоямыз. Артынша осы бауырсақтың үстіне, әрқайсының үстіне бал жағып шығамыз. Яғни еріп тұрған бал бізге өте қажет болады. Осы балымызды аламыз да, осылай әр бауырсақтың үстіне жағып шығамыз. Сонда какао мен бал ерекше бір дәм беріп тұрады бауырсаққа. Осылай дастарханның сәнін келтіріп, әдемі бауырсақтар шыға келеді. Фигурный бауырсаки со вкусом какао, пропитанным медом. Астарыңыз дәмді болсын. Рецептер ұнап жатса, тіркеліп кетіп, лайк басуды ұмытпаймыз.